менеджерлер, мен сіздерге қазір статустар бойынша, состояние бойынша сіздерге кішігірім түсіндіріп өтетін боламын қысқаша. Қараңыздар, бұл жерде байқасаңыздар, мынау жасыл түсте тұр, мынау көк түсте тұр, мынау қара түсте тұр, ал мынау оранжевый түсте тұр. Енді бұлардың барлығы түстері өзгеріп тұрғандары мына состояние дегенге байланысты. Қарасаңыздар, бұл состояниеде қазір состояниеге фильтр қойылып кетті. Датада тұру керек негізі фильтр. Қараңыздар, мына состояние әрқайсының өзінің жеке мағыналары бар. Мысалға, тапсырыс түскеннен кейін оны упаковщиктер салады, салғаннан кейін оның суреттерін группаға жіберіп отыратын болады. Жіберілгеннен кейін оны бірінші орында завсклад тексереді, яғни отдел технического контроля завсклад состояниеге қояды. Мысалға, заявканы. Мен бұл заявканы тексердім, килограммдарын барлығын тексеріп шықтым деп бірінші тексерістен өтеді. Бұл осылай тұрғаны, яғни завсклад тексерді бұл заявканы деген сөз. Одан кейінгі мәселе менеджерлерге қатысты. Осы көк болып тұрған заявкілерді сіздер отдел технического контроля менеджер дегенге ауыстырасыздар. Яғни ол жасыл түсте. Жасыл түсте болады. Олар жасыл түсте болғаннан кейін, яғни бұл сіздердің тексергендеріңіз, яғни группаға қарайсыздар, осы Айгүл 18 микрорайон деген заявканы ашасыздар, қанша килограмм, мысалға номенклатура накладнойын қарасаңыздар, мысалға осы жерде жазылып тұрады, ауым сықпа үлкен 10, ауым қисық 20, вес общий 30 килограмм деген сияқты. Осы жерде суретіне қарап 30 килограмм берілді ма, нақты сол килограммын тексеріп отыратын боласыздар. Ал одан кейін, егер де мысалға бір клиенттер, мен четверг күні тапсырыста алайын, пока мен қазір ақшам жоқ, осы заказды мысалға броньдап қойшы деуі мүмкін. Или болмаса, мысалға, ол бір позиция алғысы келеді бізден, яғни май алғысы келеді, ал бізде май жоқ. Мен давай сізге ақшасын төлеп қояйын, мен заказымды осы май келген кезде жіберіңізші десеңіздер, десе, егер клиенттер сондай ұсыныстар жасайтын болса, ол кісілердің де тапсырыстары осылай қабылданады, бірақ состояние в ожидании дегенге түседі. Негізі, қандай да бір тапсырысты қабылдайтын болсаңыздар, мысалға, пробаға Дина Актуреева деген заявканы тастадық, осыны біз қойдық, яғни ол автоматты түрде в работе деген состояниеде болады негізі. Одан кейін ол клиент жаңағыдай мен келесі апта алам деген сияқты бір өтініштері болатын болса, заявка если кетпейді, сіздің рұқсатыңсыз в ожидании деген статусқа қоясыз. Одан кейін сізден завсклад рұқсат алып барып оны кеткізетін болады. Яғни сіз бұл жерде комментарияға жазасыз. Мысалға, бұл клиент мысалға 29.05, яғни где-то 4 күннен кейін алып кетеді деген сияқты комментарийға осы не үшін ожиданиеда тұрғанын түсіндіріп жазып қоятын боласыз. Тағы да қосымша бізде ожиданиялар бар, ожиданиеде статустар бар, ол бізде проблема деген. Мысалы, қараңыздар, проблема деген статус бізде жалпы қандай да бір клиентпен проблема болатын болса, яғни Мейрлан Жалишев дейді, Шкаровка дейді. Мысалға, қандай да бір проблема болатын болса, осы заявканы осы проблема деген қызыл жазуға қоямыз. Сөйтіп, одан кейін комментарияға қандай проблема болғанын толықтай жазып қоятын боламыз. Жоққа шатасып салған, клиентпен шешілді, копченый кіші орнына орташа салып жіберген дейді. Мысалға, тапсырысты қараңыздар, мына жерде негізі копченый кішкентай болған, оның орнына копченый кішінің орнына копченый средний салып жіберген. Одан кейін менеджер рұқсат алып, мына жердегі заявканы копченый орташаға ауыстырған. Сөйтіп, осындай проблема болғандығын жазып қойған осы клиентпенен. Бұл не үшін қажет бізге? Біз бір айда болған проблемалардың барлығын есепке алып, бұл туралы жиналыс өткізетін боламыз. Жалпы, состояние бойынша осылай.